Барлықтарыңа сәлем, бұл Көзайым. Бүгін біз сіздермен бірге Астана медициналық университетіне обзор жасайтын боламыз. Ал ендеше, кет. Біздің универде жалпы 3 корпус бар. Біреуі Сарыарқа 33, Абай 47, және де біз тұрған главный корпус Бейбітшілік 49А. Универге кірген бойда бізге осындай үлкен коридорға What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Біздің универде жалпы 8 факультет бар. Олар қоғамдық денсаулық және менеджмент мектебі, стоматология мектебі, мейіргеріс мектебі, резидентура мектебі, зерттеу, фармация, педиатрия және медицина мектебі. Ал енді біз кітапханаға келдік. Кітапхана бізде 3 этаждан тұрады. Бірінші этажда, екінші этажда, яғни орталық залдар болатын болса, үшінші этажда бізде коворкингтар. Ал енді қазір бірінші этажға кірейік. Бізде универдің кітапханасы 1 жыл бойы ремонтта болды. Қазір енді ғана ашылды. Сіздер жап-жаңа кітапханамызды көретін боласыздар. Ал енді сіздер қазір екінші этаждың орталық залындасыздар. Бұл жақта барлығы тып-тыныш сабақтарын оқиды. Сол үшін біз тып-тыныш көру керекпіз. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up. Көріп тұрғандарыңыздай, 3-ші қабатта бізде коворкинг орналасқан. Бұл жерде сіздер алдын ала броньдап, бірге топтық жұмыстарын жасап, сабақ талдай аласыздар. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. Ал егер де сіз компьютермен жұмыс жасағыңыз келетін болса, онда сіз осы электрондық ресурстар залына кіре аласыз. Бұл жерде бізде студенттерге арнайы компьютерлер қойылып, барлық жағдай жасалынған. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. 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 Корпусымыздың 5-ші қабатында симуляциялық орталық орналасқан. Бұл жерде студенттер теориялық білімін практикада көре алады. Ал енді бұл кабинет бізде педиатрия бөлімі болып саналады. Бұл жақта осыны балаларды қарап, яғни педиатрлардың практика жасайтын жері. Шала туған немесе әлсіз нәрестелерді дәрігерлер осыны инкубаторда сақтайды. Бұл яғни нәрестелердің инфекциялардан қорғап, және де температураны тұрақты ұстап тұрады. Біз қазір терапия бөлімдеміз. Студенттер осындай муляждар арқылы өздерінің практикалық білімін арттыра алады. Әйтеуір істеп атады ғой, оны жоғары курстағы бұлай алып. Көріп тұрғандарыңыздай, студенттерге практикалық білім алу үшін барлық жағдайлар жасалған, және де бұл біздің универіміздің артықшылығы деп есептейміз. Осымен біздің обзор аяқталды. Сағат кішкене кеш болып кеткеннен кейін кейбір кабинеттерді көрсете алмадық, бірақ осы муаның ең маңызды жерлерін көрсеттік деп айта аламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.